Сәлем, менің құрметті көрермендерім, каналымызға қош келіпсіздер. Бүгін сырники жасаймыз, қолымызды ұнға малымай. Ол үшін әрине сүзбе керек, және бір жұмыртқа, манкадан 1,5 қасық, ванилиннен 1 грамм, қант 1,5 қасық, және ұннан 1 қасық жеткілікті. Енді бұны араластырып 20-30 минутқа кішкене қойып қоямыз. Табамызға майды аз ғана құйып, қолымызды ұнға малымай, кішкене сулап, форма жасаймыз. Бұл сырник қолға жабыспайды. Сондықтан бұл ерекше рецептін сіздерге ұсынып отырғаным. Ұнға қолыңызды мүлдем салмайсыз. Қолға жабыспайды, көресіздер, өздеріңіз жасап, осылай форма жасап, 4-5 минуттан әр жағын қуырып аламыз. Ораза бекітіп отырған әрбір жанның оразасын қабыл болсын деп тілеймін. Міне қуырып жатырмыз. Өстіп аударып қуырып аламыз. 200 грамм сүзбеден менде 12-14 сырник шықты ғой деймін. 14 сырник шықты. Кешкісін ауызашарға жеп аламыз. Мына дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте оңай жасалынады. Және тез. Және дәмді. Екінші партиясын саламыз. Сүзбені зернистый сүзбе алмаңыздар. Егер зернистый сүзбе алсаңыздар, блендермен әдемілеп майдалап алыңыздар. Менің сүзбем өзім үйдегі домашний сүзбе. Міне бәрі дайын болды. Мына біреусі кішкентай болып қапты. Дайын болды. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, қаймақ құйып аламыз. Міне ас болсын. Құрметті достар, арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жазыңыздар. Комментарийға әрдайым жауап берем.